Hello, how are you today? Page 101. Summer Camp. Жазғы лагерь. Сәлем құрметті оқушы. 101-ші беттегі жазғы лагерь жайлы тексттер, мәтіндер бар бұл жерде. Бұл мәтіндерді мен аударып қойдым. Мынау мәтіннің A, B, C, D, E мәтіндерінің ең жоғарғы жағындағы кіріспе мәтін. Осы мәтінді Америка құрама штаттарында балаларды жазғы лагерьге жіберу дәстүр болып кеткен. Жыл сайын 11 миллион бала мен жасөспірімдер осы лагерьдің біріне барады. Фотодағы көптеген лагерьлер тұр, солардың біріне барады. Олар өте әйгілі, себебі онда қызықты нәрселер өте көп. Лагерьде демалу 2 немесе 3 аптаға созылады. Онда әртүрлі палаткалар бар. Осы жерде біраз мысалдар жазылған. Саған қайсысы көбірек ұнайды? A мәтіні, B мәтіні, міне, A мәтіні. Біздің 2 апталық лагеріміз Land of the Midnight Sun, керемет таныстыру. Сен теңізге барып, қайықпен жүзе аласың, сноубордпен поход шыға аласың, және сол жердің тарихын оқи аласың, тұрғылықты жануарларын біле аласың дейді. B мәтіні, басқа музыканттармен бірге музыкалық қызықтарды тамашалауға болады. Сен басқа мықты мұғалімдермен бірге өзінің музыкалық біліміңді көтеруге болады. Кешкісін концерттерде немесе жағажайда демалуға болады. Басқа да спорт түрімен айланысуға болады. Тақтайшамен ойнай алатын ойындар, немесе драма қызықтары да бар. C мәтіні. Осы жазда Колорадо университетінде жаңа тәжірибе үйрен, интернет дизайн, ойын дизайны, компьютер жайлы барлық нәрсені үйрене аласың. Сен университеттің бөлмесінде қала аласың. Бөлме деген кабинетті айтады ғой. Сол бөлмеде қойдым. Біздің студенттердің қолданатын технологияларын қолдана аласың. D мәтіні. Мына лагерь атлеттерден жаңа бастаған спортшыларға дейін арналған. Біз күнде жаттығамыз және түнде қатты шаршайсың. Бірақ ол қызықты өтеді және көптеген жаңа спорт түрлерімен танысасың. Сен біздің Вирджиниядағы люкс кабинкаларда керемет ұйықтайсың. E мәтіні. Сен жылқыларды жақсы көресің бе? Қалай үстінде отыратынды білесің бе? Мына жазғы лагерь енді сен үшін. Сен 2 апта ішінде өзіне жеке жылқы аласың және оны қалай күту керек екенін үйренесің. Осы демалыстың соңында сен керемет шабарман боласың және ол жақтан кеткің келмей қалады. Енді жаттығуларға көшейік. Reading a holiday brochure. Number 1 exercise. Мына жерде айтып тұр бізде, осы суреттерге қара дейді, мына жердегі фотоларға қара. Бұл жерде қандай сен жаттығуларды көріп тұрсың дейді. Мен horse riding, атқа міну, міне kayaking, жүзу, playing musical instruments, музыкалық инструменттер ойнау, playing volleyball, сосын playing computer games деп қойдым. Осыларды көріп тұрмын дедім. Екінші тапсырмада сәйкестендіру, қайсымен қайсысы сәйкесті келеді. Florida Summer Band Camp дегеніміз бізде музыкалық текст болады, ол бізде B, музыкалық текст. Келесі Riding Camp, атқа отыру немесе ол E болады. Alaskan Adventure Camp A болады. Super Summer Sports Camp, спорт ол D болады, спорт. Tech Camp Колорадо технологиясы. Ол бізде 5-ші C болады. Келесі 3-ші тапсырма. Тексті оқы дейді қайтадан. Бұл қай жерлерде дейді. Бұларды да сәйкестендіріп жазып қойдым. See animals. Жануарлар жайлы қай жерде жазылған, қай мәтінде. Work very hard. Қатты жұмыс істеу. Stay at a university. Университетте қалу. Already know how to do the main activity. Басты жұмысты қалай білуге болады. Do water sports, су жаттығуларын жасау. Be near the sea, суға жақын болу. Сәйкестендіріп қойдым. 4-ші тапсырмада мына сын есімдер не нәрсені суреттеп тұр дейді. Popular деген сөз бізде summer camps. Осыны барлық жазғы лагерлердің бәрін осыны popular деп тұр бізде. Популярный деп тұр, әйгілі. Perfect деген керемет деген сөз. Introduction ол таныстыру. Special деген арнайы концерттер болады деген. Amazing деген қызықты технология.
үйрену қызықты. Лакшори деген кабинкаларды айтып тұр. Керемет кабинкаларда, люкс кабинкаларда ұйықтайсың деп тұр. Excellent деген тамаша. Horse ride шабарман боласың деп тұр. 5-ші тапсырмада бізде қандай айырмашылық бар? Осы жазғы лагерлар біз сенің қандай лагеріңмен айырмашылығын таба аласың бар дейді. Мен жаз қойдым, Алакөл лагерін жаз қойдым. Бұл сондай қатты неме, өзгеше. Бұдан қарағанда екінші сөйлем. Каякинг, серфинг, сейлинг жоқ бізде ол жақта. Үшіншіде біз компьютер дизайн, ойындарда дизайн жасамаймыз. Хорс райдинг жоқ бізде. Атқа шаппаймыз, музыкалық инструмент ойнамаймыз ол жақта. Келесі төртінші сөйлем. Біз ол жақта қатты жаттықпаймыз, спортпен күнде қатты жаттықпаймыз деп жазып қойдым. Қалған немелері сәйкес келеді екен. Концерттер әрине лагерде болады. Мысалы, оны жазған жоқпын мен. Волейбол ойнау болады лагерде. Оны жазған жоқпын. Жағажайда ойнау ол болады. Оны жазған жоқпын. Ұқсастықтар ғой олар. Мен тек қана айырмашылықтарын сұрап тұр бұл жерде. Сондықтан айырмашылықтарын ғана жаздым. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.